Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен салқын су ішемін». Сабақтың мақсаты: жіберілген пунктуациялық орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету және құрастырған сөйлемдерді толықтыру. Жаңа сөздер: салқын, суық, жылы, мөлдір, ыстық. Тағы да бір қайталаймыз. Салқын, суық, жылы, мөлдір, ыстық. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Салқын, суық, жылы, мөлдір, ыстық. Тыңдалым тапсырмасы: тыңда, қайтала, оқы. Әлібек, сен су ішесің бе? Иә, мен су ішемін. Әлібек, жылы су іш, суық су ішпе, ауырып қаласың. Мен суық су ішпеймін. Өте жақсы балалар. Суық су ішуге болмайды. Суық су ішсеңдер, ауырып қаласыңдар балалар. Жарайсыңдар? Өте жақсы. Иә балалар, су қандай болады екен? Су жылы, суық, таза, мөлдір болады екен. Жарайсыздар балалар, сіздерді де есте сақтап отыр деген ойдамын. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: сұраққа жауап беріңіздер. Бұл не деген сұраққа жауаптарыңызды ойланып айтыңыздар. Өткен сабақтағы сөздерімізді еске түсіріңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Бұл нан, алма, қызанақ, сәбіз, анар, апельсин. Иә балалар, сіздерді дұрыс жауап берді деп сенемін. Келесі тапсырма жазылым әрекеті. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жазыңыз. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс жазамыз балалар. Ал балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Шырын, тәтті, ішу, алма, дәмді, сәбіз, қызанақ, пайдалы, салқын, жылы. Иә балалар, мен сіздерді дұрыс жазды деген ойдамын. Келесі айтылым әрекеті. Үшінші тапсырма: үлгі бойынша диалог құрап айтыңыздар. Мысалы, бұл су ма? Шырын ба? Иә, бұл шырын. Шырын қандай? Бұл алма шырыны. Шырын дәмді, пайдалы, салқын. Иә балалар, сіздер де осындай сұрақтарға жауап беріп, бір-бірлеріңізден сұраңыздар. Ал балалар, төртінші тапсырма айтылым әрекесі.
Кім көп сөз айтады ойыны? Ә дыбысына байланысты қандай сөздер білеміз, балалар? Дыбысына байланысты қандай сөздерді өтіп жатырмыз? Ң, ө, қ, о, ғ, дыбыстарына сөздер құраймыз. Иә, балалар. Ішу, қызанақ, ұнайды, өрік, дәмді, дыбысы мен ғ дыбысына қандай сөздер білеміз? Ал балалар, мынау сіздерге өзіндік жұмыс жоспары. Бірінші тапсырма: берілген сөздермен толықтырып жазыңыз. Алдарыңызда берілген суретті сөздерді қолданып, барамын, ішемін, жеймін етістіктері мен сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Екінші тапсырма: дұрыс әріпті таңдап жазамыз. Мысалы, қызанақ. Қызанақ. Мен бұл жерде к дыбысы жіңішке сөзге жалғанады, қ сөзі жуан сөзге жалғанады. Мен қ дыбысын таңдадым. Қалған сөздерді дәптерлеріңізге жазыңыздар. Ал балалар, біз бүгін судың қандай болатынымен таныс болдық. Тағы да бір қайталап өтейік. Таза су, жылы су, суық су, мөлдір су, ішемін, мен ішемін, сен ішесің, сіз ішесіз, ол ішеді. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Алдарыңызда 3 түрлі смайлик берілген. Барлық тапсырмаларды дұрыс орындадым. Жасыл смайликті суретін салыңыз. Кейбір сұраққа жауап бере алмадым. Көк смайлигін таңдаңыз. Әлі де көп дайындалуым керек. Қызыл смайликті таңдаңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.